Қайырлы күн. Бүгін сіздермен қант қосылмаған шоколадный напиток жасайтын боламыз. Ал бисмилля деп бастаймыз. Бізге тек қана 3 ингредиент керек. Ол 2 штук банан, 20 грамм какао және жирные сливки. Сливки менде 22%. Барлығын бір ыдысқа салып блендермен араластырамыз. Жақсылап араластырып болған соң, шоколадный напитогымызды ыдысқа құйып берсек болады. Осы порциядан менде 2 кесе шоколадный напиток шықты. Қант қосылмаған, дәмді, тәтті, пайдалы шоколадный напитоктың рецептін білесіздер. Қант қосылмаған басқа да пайдалы тағамдардың рецептін көргіңіз келсе, каналға лайк басып білдірсеңіз болады.